Сондай-ақ Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде дәстүрге айналған Сатпаев оқулары атты халықаралық ғылыми конференция өтті. Дәстүрлі сипат алған оқулар биыл 20-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Сатпаев оқуларына еліміздің әр өңірінен келген мыңға жуық жас ғалым сынға түсті. Конференцияның ашылу салтанатында Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов құттықтау сөз сөйледі. Торайғыров университетінде орнатылған Қаныш Сатпаев ескерткішінің алдына салтанатты түрде гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Айтулы шарада ғұлама ғалымның немересі Әлима Жармағанбетова да зияткерлерге сәттілік тіледі. Это проект, который начнется здесь, на родине Каныша Ивановича Сатпаева. Именно с вами, с молодыми учеными, связано будет вот это направление пропаганды, освещения, знания о Каныше Ивановиче Сатпаеве. Я очень горжусь, что я его внучка. Но, конечно, хотела бы просто выразить большую благодарность вам всем за то, что вы присутствуете здесь, за то, что для вас это тоже большой праздник. Спасибо вам. Жас ғалымдардың басын қосқан Сатпаев оқуларына 1200 мақала қабылданды. Ең үздік ғылыми жұмыс жыл сайынғы жинаққа енетін болады. Өткен жылдары жоғары нәтижеге қол жеткізген оқушылар білімдерінің шыңдап, профессорлармен жұмыс жасауға мүмкіндік алған. Сол балалар ары қарай біздің профессормен бірге жұмыс істеп, жаңағы өткен 10 жылдан биылда біздің мекеменің біздің үкіметтің патенті алып жатыр, авторский праводан алып жатыр. Біздің профессорлармен жаңағы Назарбаев интеллектінің мектептері 8-ші, 10-ші мектептен сондай жаңағы патент баладар алып, ғылымға жаңағы болашағы бар баладар деп ойлаймыз. Бұдан бөлек көпшілікке оқушылар мен студенттердің ғылыми жобаларының көрмесі ұсынылды. Бір жыл ішінде біз өз жобамызды дайындадық. Өте көп дайындық жасадық. Бүгінгі кеш өте үлкен, өте маңызды біз үшін. Келешекте біз тағы бір жобамен да қатысамыз деп ойлаймыз. Жобалар көрмесінде кішкентай ізденімпаздарда ғылыми жұмыстарын ұсынды. 3-ші сынып оқушысы Санжар Досов бүгінгі сынға өзен көлдердің ластану мәселесін шешетін құрал аквароботын дайындаған. Осындай акваробот жұмыс жасай алады 5-6 сағат. Міне, қазір мен сіздерге оның жұмысын көрсетемін. Не қой жұмыс жасайды. Атап өту керек, Сатпаев оқулары ғылым аптасы шеңберінде ұйымдастырылып отыр. Жалпы 40-қа жуық секциялық отырыс өтеді. Ақмаржан Қаламбек, Дәулет Қошқарбаев, ертіс ақпарат.